Бүгін еліміз бойынша амал мерекесін тойлау басталды. Батыс Қазақстан облысында да алаңға ақ шаңқай киіз үйлер тігіліп, мереке басталып кетті. Біздер Жәнібек ауданынан келіп отырмыз. Осы Наурыз мейрамы Орал қаласында шаруа қожалықтарының ұйымдастыруымен атсалысайық деп, барша оралдықтарды, батыс қазақстандықтарды, жалпы қазағымызды Наурыз көрісі айтымен құттықтаймыз. Ауылдан дәм әкеліп, Орал тұрғындарына, қала тұрғындарына дәм таттырып, мерекенің шырайын білдіріп жатырмыз. Биыл тұңғыш рет Наурыз тойын тойлаудың тұжырымдамасы бекітіліп, Наурызнама 10 күндігі жарияланған болатын. Бұрын тек батыс жұрты ғана тойлайтын көрісу айт мерекесі енді барша қазақстандықтар атап өтетін халықтық мерекеге айналады. Бүгін оралдықтар әдеттегі дәстүрден жаңылмай, қол алысып көрісіп, төс қағыстырып, дастарханнан дәм татып жатыр. Бүгін батыс Қазақстанда жақсы көрісу айт мерекесіне жақсы мейрам болып жатыр. Біздің жаңа қала шаруалар осы ауылдан келіп киіз үй құрып, ұлттық тағамдарымызды, ұлттық ауданның қолөнерлі жұмыстарын әкеліп таныстырып жатырмыз. Баршаңызға көрісу айт құтты болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Амал мерекесін тойлап жатқан ауылға облыс әкімі Нариман Төреғалиев те келді. Аймақ басшысы ұлттық тағамдар көрмесін аралап, жиналғандарды көрісу күнімен әз Наурыздың басталуымен құттықтады. Әрі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін кәсіпкерлер үшін мемлекеттен берілетін қолдау туралы айтты. Біздер СПК-ларды қолдайтын боламыз. Қазір лизингке ақша береміз. Но енді көп емес, бастап соны бастайын деп жатырмыз. Үлкен СПК-ларға бастап кезде қолдау керек. Себебі сіздер аяққа тұрып кетсеңіздер, бұрында бірлесіп колхоз, совхоздар болды, үлкен ұжымдар жұмыс істеуге оңай болды ғой. Біз қазір СПК-да солай үлкен ұжым болып, бәріміз жаңағы бірлесіп, бір жаңағы өнім шығаруға атсалысатын болсақ, көп түкірсек көрінеді. Амал мерекесіне орай әр аудан киіз үй тігіп, ішін безендіріп, қазақтың ұлттық тағамдарынан дастархан жайған. Киіз үйге бас сұққан әр адам ұлттық сусыннан ауыз тиіп, бір-бірін көрісу айты мерекесімен құттықтауда. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.